медициналық анатомиядан әйелдің мысалы клиторын алып тастаған. Олай болуы мүмкін емес пе? Иә, көп бала болған жақсы, әр баланың өзінің несібесі бар, анау мынау деп. Сол мысалы көп бала тусақ, оны сыйғыз алатын жеріміз бар ма? Өзінің туған балаларына әйелдің атын неге бере алмаймыз? Өзінің атында. Өзбекстанда ол туралы сөз де жоқ, оларды адам қатарына қосылмайды. Ешқандай құқығы жоқ. Сіздің қолыңызда мүмкіндік бар, өзгерістер енгізіңіз десе. Секспен айналысып тұру керек болады, бала туып тұру керек болса, біз соны тартып алайын деп отырмыз. Ар-ұят немесе ақша? Ақша. Баршаға сәлем, біздің бүгінгі қонағымыз Феминита ұйымының белсендісі Гүлзада Сержан. Қайырлы күн, Гүлзада ханым. Амансыздар ма? Сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс білдіремін. Жалпы бізде сіздің ұйымыңыз феминизм бағытын қолдайды, сол бағытта негізгі іс-әрекеттер жасайсыз. Жалпы біздің білетініміз феминизм ол әйел құқықтарын қорғау, яғни әйелдің ер адаммен тең қою. Ал бізде Қазақстанда жалпы біздің қоғам феминизм мен ЛГБТ ұғымының ара жігін білмейді, айыру білмейді. Сол бойынша түсіндіріп кетсеңіз. Бұл жерде феминистік қозғалыс ол әйелдердің өзінің осы қоғамдағы саяси, әлеуметтік, мәдени, жалпы осы орнын анықтау, өздері түсіне білу және өзінің түсінгенін жұртқа түсіндіре білу, өзінің сөзін айта білу деген сияқты мәселелерді қозғайтын ұғым ғой. Сондықтан сол феминизм пайда болғалы бері бұрын дауысы шықпай, жаңағыдай өзінің құқығы туралы, өзінің орны туралы, өзінің мүмкіндігі туралы айтпай жүрген адамдарға сөз тіл біте бастады. Соның ішінде жаңағыдай бір кемсітілетін топ, және кемсітілгенде жаңағы әйелді кемсіткендегі кемсіту әдістері жаңағы ЛГБТ тобының кемсіту әдістеріне ұқсас. Сол себепті мысалы қандай да бір топ өзінің құқығын қорғауға әрекет жасаған кезде біріне бірі қарап үйренеді. Мысалы бір қозғалыс пайда болған кезде басқа қозғалыстардың қандай қателіктер жібергенін, қандай нәрсені дұрыс жасаған, қандай компаниясы дұрыс жүргенін үйренеді. Сол себепті жаңағы мысалы ЛГБТ-ның негізгі кемсітілетін жері ол мизогинияға негізделген өте ұқсас. Мысалы гей адамдардың әйелге ұқсас болғаны үшін кемсітеді. Әйел мысалы кеше ғана болған бір етек киген үшін ер балаға қатты қысым жасалынды. Сонда оның әйел дегенге ұқсағаны үшін жаңағы балаға қоғам тарапынан өте үлкен қысым көрсетіледі. Мысалы тура қазір сіз екеуміз балақты шалбар киіп отырмыз, екеумізге ондай қысым жоқ. Ол себебі ер адамдардың киетін киіміне ондай қысым жоқ та, әйел адамның киетіні, яғни әйелдермен өзіңді теңестірсең, сонда сен бір кем сияқтысың, бір қорқыныш тудырады, үрей. Сол үрейге негізделеді. Сол сияқты ЛГБТ-де де гомофобия, немесе лесбофобия, трансфобия, әртүрлі ЛГБТ-ның әрпі бар. Сол топтарға арналған қорқыныш, үрей, ол да тура жаңағы әйелдерге көрсетілді. Өзінің құқығын қорғау жолында неше түрлі әрекеттер жасады. Сонда мысалы ненің маңызды екенін түсіне білді. Мысалы қазақ әйелдердің мысалы құқығын қорғауда не істегеніне үңіліп қарайтын болсақ, ол жерде мысалы бірінші қазақ әйелдерінің ең бірінші жаңағы 20-шы жылдары өткен ғасырдың қандай нәрселерді қоғамда алып тастауға тырысты. Олар қалың мал, әмеңгерлік деген нәрсені алып тастауға тырысты. Ең бірінші болған мұсылман әйелдердің съезі деп аталатын съезде сол нәрсені көтеріп, мәселені ортаға қойып, сол нәрсе біздің әйелдердің құқығын қатты шектейтін ең маңызды мәселе, сол нәрсені алып тастайық деген талқылау жүрді және алып тастады. Олар мысалы ағылшын әйелдері, олар бізге дауыс керек деді.
біз жаңағыдай дауыс беріп, жаңағы парламентте әйелдердің еңбек ету құқығы, тағы да басқа құқықтарына дауыс беретін, соған шешім қабылдайтын адамдарға біз әсерімізді жүргізуіміз керек деген сияқты олардың өзінің күн тәртібінде мәселесі сол болды. Мысалы әйелдер оны қалай жасайсың? Оны қалай жасау үшін жаңағыдай конференция жинайсың, немесе жаңағыдай үлкен бір конференция болды, талқылау болды. Сол кезде жаңағыдай әртүрлі түсіндіре білу, қоғамға жеткізе білу деген сияқты әрекеттер бар. Сол сияқты басқа да топтар сөйтіп кемсітілген кезде өзін түсіну үшін, өзінің орнын білу үшін, өзінің орнын айшықтау үшін, құқық деген не екенін түсіну үшін, сол үшін бір-бірінен үйренеді. Сол себепті жаңа ЛГБТ мен феминизмнің жақын болатын себебі жүр. Өйткені кемсітілген кездегі ұқсастықтар өте үлкен. Егер де мысалы сіз феминизм түсініп жатсаңыз, онда ЛГБТ құқығы үшін күресу оңайырақ болады. Бұрыннан бері бізде міне мұсылмандар съезі болды, әйелдер бұрыннан бері әйелдер өз құқықтары үшін күрескен деп. Жалпы қазақ хандығының кезеңінен кеңестік үкімет кезеңіндегі және қазіргі әйелдердің құқықтарына қатысты және жалпы әйелдердің іс-әрекеттеріне қатысты өзгерістер бар ма? Айырмашылық не сақталып қалды, не кеңес кезінен жалғасып бір жатыр? қазіргі тәуелсіз кезімізде ма? Енді оның алдындағыны, енді мысалы кеңес кезінде біз көп нәрсені айтқызбай, сөйлеткізбей, аузын жауып тастадық қой. Жаңағы менің айтып отырған сезім ол 20 ғасырдың бас жағында болған әңгіме. Одан кейін бізде жаңа ашаршылық жасады дейміз ба, енді болды дейміз, әйтеуір ашаршылықтан біздің осы қазақ халқы негізі қатты зардап шектік. Сол кезде ол бір, одан кейін екінші дүниежүзілік соғысында тағы да зардап шектік. Соғыстан кейін өз-өзімізге келгенше біраз уақыт өтіп, бір пәленбай жыл бойы біз қатты күйзелістен өттік. Сол аралықтан кейін бізде жаңағы кеңес одағы құрылған кезінен кейін олар тоталитарлы кеңес одағына айналып кетті. Тоталитарлы бір орталықтан басқаратын, ешқандай жаңағыдай алдында құрылған кездегідей баста толқын қалай болды? Жаңағыдай құқықтан айырылған, еңбегінің нәтижесін көрмейтін, әбден тепкі көрген адамдар жаңағы езуші тапты, бәрін қырып жойып, бәрін биліктен алып тастап, сол езілген таптың билігі орнады. Енді 20 ғасыр басында. Сол кезде езілген таптың ішінде әйелдер бар болатын. Өйткені ешқандай құқығы жоқ адамдардың бір түрі сол әйелдер болады. Олар да жаңағы алаңға шықты, жаңағы саяси алаңға олар да шықты, олар да қосылды, бәрі бірге күресті. Мысалы орыс әйелдер де өздерінше үлкен қозғалыс болды. Басында жаңағы революцияның ең басында тұрған орыс әйелдердің қозғалысы болды. Бізде де қазақ әйелдер қарап қойған жоқ. Олар да мысалы егер де сол 20 жылдарды қарасақ, сол кезде әйел бұрыштарын жүргізген, жаңағы газеттердегі әйелдерге өздерінің құқығын түсіндірген сол біздің қазақ әйелдер. Ол кезде ылғи жаңағы шалдар басқарып кетті. Енді Сталиннің айналасындағы адамдар қызыл террор жасады, өйтті бүйтті, әйтеуір ылғи ер адамдар, жаңағы 40-тан асқан жастары, сондай ер адамдар келді биліктің несіне, бәрі біркелкі, ешқандай ол жерде әйел адам, басқа ұлттың өкілдері де, енді мысалы Сталиннің өзі басқа ұлт болғанмен, орыс емес болғанмен, бірақ әйтеуір сондай, енді мысалы әртүрлілік деген онша болмады енді. Бірыңғай жаңа патриархалды көзқарастағы сөйтті да, әсіресе біздің орталық Азияның әйелдеріне тек қана бала туу керек деген сияқты бір саясат жүргізді. Мысалы орыс әйелдерге ондай не қылған жоқ, орыс немесе басқа да христиан елдеріне онша қысым болған жоқ. Біздің әйелдерге аборт жасау тыйым жасап тастады. Сосын бәріне жаңа баланы көп туу керек деген бір саясат жүргізді да. Сол себепті сол кейіннен соғыстан кейінгі әйелдерді қарасаңыз, бәрінде 8, 9, 10, 15 балаға дейін қазақ әйелдер осы орталық Азияның әйелдерінің сондай балдары болды. Ал сол кездегі тура сондай басқа ұлттарды қарасаңыз, оларда ондай болған жоқ, өйткені олар қалалық жерде тұрған, қалалық жерде өйтіп көп бала туамайсың. Бізді жаңа аграрлық жерлерді ұстады ғой. Соның бәрін біз түсіне білуіміз керек. Соның бәрін түсіну деген сөз сол. Оның енді несі қандай әсерін қалдыр? Қазір мысалы сол түсінік, сол
кеңес одағының орталық Азияға деген жүргізген саясаты, әйелдерге мысалы тоқтамай туа беру керек деген сияқты саясат жүргізді ғой. Соны алып келеміз да біз қазір пайдаланамыз. Көп бала болған жақсы, әр баланың өзінің несібесі бар, анау мынау деп туғызады. Бірақ ал біз өзіміз қазір кімбіз? Қай жерде тұрып жатқан адамдармыз? Сол мысалы көп бала тусақ, оны сыйғыза алатын жеріміз бар ма? Әрқайсымызға бір-бірде үлкен особняктан салып алатын мүмкіндігіміз бар ма? Мысалы қалада тұрып жатсақ, салып алсақ, онда туа берейік жаңағыдай. Олай болмайтын болса, жаңағыдай бір кепеге кіргізіп қойып, ол 5 баладан өртеп жіберетіндей жағдай жасаймыз ба? Қалай болу керек? Сол нәрсені мысалы феминистер көзқараспен қарап, әйелдерге бір-бірімізге түсіндіре білуіміз керек. Қазақ, қырғыз, өзге де елдерде феминистік қозғалыстар қазір белсенді дамып жатыр. Оның ішінде меніңше қырғыз елінің феминист ұйымдары белсенді жұмыс атқарады, әрі оларда бізден бұрын басталды. 5-6 жыл бұрын басталды, әрі өте тиімді жұмыс атқарып жатыр. Осы біздің қоғам соған дайын ба? Олар сияқты, мысалы, оларда әйелдермен қатар ер адамдар да оларды қолдап жатады, түрлі салаларда қолдайды, тіпті үкімет билікте отырғандардың өзі қолдап жатады. Біздің елге ол қашан келеді? Біз көбінесе сол қырғыз белсенділерден үйрендік, көбінесе сол қырғыздың феминистерінен. Олар марш жасайтын, сосын әртүрлі конференция, семинар, университеттерден неше түрлі жаңағыдай тыңдаулар, талқылаулар, көрмелер ұйымдастыратын. Олардың жаңағыдай көтеретін ең бірінші мәселелердің бірі алып қашу, зорлық-зомбылық деген мәселелерді қарайды. Қырғыз белсенділерінің жасаған осы Орталық Азия демек, кеңес бойынша адам құқығына байланысты көп нәрселер олар жасады. Мысалы, транс адамдардың құқығына байланысты осы посткеңестік дәрежеде өте алдыңғы тәжірибені жасаған қырғыздар. Сонда мысалы транс адамдар қазір бізде өткенде тағы бір заң қабылдап, транс адамдардың құқығын тағы шектеп тастады біздің Қазақстанда. Ол жақта транс адамдардың құқығының осы кеңес бойынша ең жақсы практикасы сол жерде. Транс адамдар мысалы егерде психиатр адам шешім шығарса, мына кісінің гендерлік өзін сезінуі әйел десе, яғни бұның құжат жасап бергенде әйел деп, сонда ол транс адамға жұмысқа орналасу, банктік счет ашу деген сияқты нәрселер жол ашылады да, адам сияқты өмір сүре алады. А бізде сондай нәрселерге өте көп кедергі қойып қояды да, транс адамдар құжат ала алмайды. Сырт пішімдері жаңағы құжатында жазылып тұрған нәрсеге ол жерде сай келмейді да, оны ешкім жұмысқа алмайды, көшеде ұрады көрсе, үйінен қуып жібереді. Жаңағының егерде мысалы ақша тауып бірдеңе жасаймыз десе, тек қана секс қызметін көрсетіп қана жұмыс табатын сондай бір қара экономикаға кетуіне мәжбүр болады. Яғни біз өзіміздің қолымызда жаңағы белгілі бір топқа қатты қысым көрсетеміз, олардың саны өте аз, бірақ сол кісілерді қатты қинап жаңағыдай, соны олар жаңағыдай түсіндіре біліп, адвокация жүргізіп, өзіңіз айтқан сияқты үкімет басындағы адамдарда мысалы тыңдай біліп, сол нәрсені, мысалы ол бір қағаз, енді құжат дегеніміз қағаз ғой, қағаздың бетіне жазып береді, мысалы пәленше түленше, оның жынысы мынандай деп жазып болды. Жұмысқа барғанда саған, сенің мынауыңда сен әйел деп тұрсың, түрің мынандай, сен не деген бәлесің деп жұмыс алмай қояды да олар. Бізде мысалы солай. Соны мысалы одан сайын қиындатып жіберіп өткенде 21 жасқа дейін олар жаңағы құжат туралы әңгіме қозғауға да құқығы жоқ. Мысалы 18 жастан кейін біз кәмелет жасқа толдық деп есептелеміз ғой. Ал транс адамдарға 21 жастан ары қарай қана барып жаңағыдай дәрігерге барып, мен жаңағыдай құжатымды түзейін деп едім деп сөйлесуіне 21 жасқа дейін созып тастады. Бұрын 18-ден еді бізде. Оның өзінде мысалы барып бізде жаңағыдай неден өту керек, хирургиялық операция жасау керек. Ол хирургиялық операцияның неге керек екенін ешкім түсінбейді, сосын оны транс адамдар қорқады. Мысалы хирургиялық операциядан сап-сау адамды әшейін барып кессең,
ол органдарына зақым келсе ше, сосын мен өліп қалсам ше деп қорқады ғой. Сол себепті мысалы мемлекет айтады, сен бар да хирургиялық операция жаса, сосын барып мен саған документін түзеймін. Сонда бір қағаздағы жазу үшін сен баруың керек та, пышақты алуың керек. Сондай бізде заңдар бар. Басқа кеңес өкіметінде кейінгі елдерде де сондай. Мысалы мына Өзбекстанда ол туралы сөз де жоқ, оларды адам қатарына қосылмайды. Ешқандай құқығы жоқ. Сондай нәрседен қырғыз белсенділердің озық болғаны жақсы, бірақ олардың бір мәселесі алып қашу деген өте үлкен мәселелер бар. Оның бізбен шекаралас жерлерінде тура сол тәжірибе бізге де көшкен. Біз мысалы қырғызбен араласқан халықпыз ғой енді. Кезінде қоқан хандығының астында болған қазақтар және мына қырғыздар да сонда болған. Өзбектер де сонда болған біразы. Солардың өзбектерде ол жоқ, алып қашу деген. Біз көшпенді болған адамдарда ол бар, көшпенді болған. Ал біздің елде жалпы көтерілетін ең басты мәселе ол тұрмыстық зорлық-зомбылық. Жалпы зорлық-зомбылықтың енді бірнеше түрі бар, ол сексуалды зорлық, физикалық тұрғыдан және де экономикалық қысым. Жалпы бізде физикалық тұрғыдан зорлық-зомбылықты көрген айтып жатады, көп мәселе қозғалады, бірақ экономикалық қысымды көбінесе айтпайды. Және оның жалпы осы экономикалық қысымның барын да көбі өзі соны басынан кеше тұра білмейтін де шығар әйелдер. Сол туралы айтып кетсеңіз, осы зорлық-зомбылықтың түрлерін және бізде көтеріліп жатқан мәселелер. Зорлық-зомбылық деген енді меніңше ол бүкіл әлем бойынша әйелдердің проблемасы. Бүкіл әлем бойынша әйелдер шешім қабылдау деңгейінде, саясатта әйелдердің өзінің өкілдері өте аз. Кейбір бірен-саран елдерде болмаса, олардың парламенттерінде әйелдер бар. Парламентте әйел бар деген сөз, ол заң қабылдағанда сол әйелдердің көзқарасы қарастырылады деген сөз ғой. Сосын бір Руанда ғой деймін. Ол жерде мысалы геноцид болған, сөйтіп ер адамдардың бәрін қырып тастаған, сол жерде әйелдердің саны көп парламентте. Сосын скандинавиялық елдерде әйелдердің саны көп болды. Қалған елдердің барлығында патриархалды, өте егде еркектердің солар заңды қабылдайды. Бізде де солай. Ал бізде мысалы 30% жастар мен әйелдерге берді ғой квота. Біз соны мысалы шешім қабылдау деңгейіне әйелдердің аз екенін көтеріп келе жатырмыз да. Феминистер көтереді, көбінесе әйел құқығымен айналысып жүрген әйелдер көтеріп келе жаттық. Жастарды кім көтеріп жүргенін білмеймін, оны қабаттастырып бізге қосып қойды. Негізі біз 30% әйелдердің квотасы болу керек деп, ол Біріккен ұлттар ұйымының КЛДЖ деген несі бар, комитеті бар, соның берген баяғыда беріп қойған ұсынысы бар. 2006 жылдардан бері келе жатқан ұсынысы бар. Сол ұсынысты біз негізі сол 2006 жылдарынан 10 жылға біз не қабылдағанбыз. Сондай бір бізде гендерлік теңдік деген стратегия болған. Сонда 16 жылы біз 30%-ға жеткіземіз. Сосын ары қарай, 16 жылдан ары қарай бізде 30%-дан асуға жағдай жасалынады деген. Оның бәрі жасалды, жайына қалды, қағаз жүзінде қалды. Ешқандай да жеткен жоқ біз 30-ға. Жетуге талпынған да жоқ. Анда-мында не қылып, әртүрлі бір программалар жүргізді, бірақ әйелдер құлшыныс танытты, бірақ өткізбеді. Өйткені бізде заңның бәрін өзгертіп, партиялық тізіммен өтеді ғой. Сол кезде жаңағы шешім қабылдап отқан шалдар отырып, мына әйелдерге бір әйтеуір 30%-дан сәл төмен қылып 25 қылып отырса, 25, өйткені ол жердегі 30 деген сөз 30%-дан асса адамдардың саны, сондай біргелкі бір топтың адамдары 30-дан асса, солардың үні шыға бастайды екен. Мысалы парламентте 30%-дан аса әйел отырса, олар бірігіп алып әйелдердің жаңағы күнтізбелік әңгімелерін сөз қыла бастайды. Мысалы әйелдерге қатысты не болуы мүмкін? Жаңағы зорлық-зомбылық деген проблема болуы мүмкін. Зорлық-зомбылыққа қатысты бір заң қабылдайын деп жатып өткенде өткізе алмай қалдық. Зорлық-зомбылықтың мысалы ол ер адамдарға ол түсініксіз. Ол мүмкін зорлық-зомбылық жасамайтын да шығар. Оның мысалы зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамның не сезінетінін де түсінбейтін шығар. Жаңа сіз айтқан сияқты экономикалық деген не екен, мүлдем осыларға не керек?
өйткені өзі сезініп тұрған жоқ, жаңағы ғана мен клиторды айтқан сияқты, өзінің денесінде жоқ нәрсе, ол немене бәле дейді да. Менің жаңағы бір мүшем бар, соны мен жақсы сезінемін, сол туралы сипатталса болды, әйелдердің мүшелерінің маңызы жоқ. Сол сияқты мысалы әйелдердің күйіп тұрған мәселесі, мысалы зорлық зомбылық семьяда тегін жұмыс істеу, енді мысалы таңертең кешке дейін тамақ пісірсең ол жұмыс қой, үйді жинасаң ол да жұмыс, ыдыс жусаң ол да жұмыс, соның бәрі тегін жасайсың, оның үстіне сені тоқпақтап ұрып жатса біреу, сосын бала туып жатсың сен, ол да жұмыс, бәрі жұмыс. Менің айтып тұрғаным бәрі жұмыс. Одан қалса сен барып тағы да жұмыс істеп келесің, далаға барып ақша тауып келесің үйге. Соның барлығын қосқанда әйелдердің экономикалық жағдайлары өте төмен. Соны мысалы 30%-дан асса, сол әйелдердің үні шығып кетеді. Үні шықпас үшін 30%-дан төмен ұстап отыруды алдарына мақсат қояды. Барлық парламенттерде, біздің Қазақстан ғана емес, басқаларында да әйелдері 30%-дан асырмауға тырысады. Өйткені ол бәлелер ертеңгі күні айтады да, зорлық зомбылыққа қарсы заң қабылдаймыз дейді де, қабылдап алады. Сосын зорлық зомбылық жасаған адамды жаңағыдай бірдеңесі жасауын керек, мемлекет бірдеңе жасау керек. Жаңағы зорлықшы адамды аластау керек анадан, зорлық көрген адамдарға көмектесу керек, бала шағасына, әйеліне. Сол мемлекетке ол көп бір қиын жұмыс сияқты көрінеді жаңа ер адамдарға, не басын қатырғысы келмейді. Сол себепті зорлық зомбылыққа байланысты мәселе қазір күйіп тұрған себебі сол, біз жаңағы әйелдердің даусының жоқтығынан шешім қабылдау деңгейінен өткізе алмаймыз ондай нәрсені. Мысалы қазір жатыр, заң жатыр. Оны қозғап жатқан адамдарды, оны мысалы мына Ресей мемлекетінде де әйелдер қозғай бастады. Өйткені оларда да күйіп тұр, жаңағыдай балтамен шауып тастайды, екі қолын кесіп тастады бір жап-жас әйелдің. Бізде де тура сондай балтамен өткенде бір әйелді шапқылап, ажырасып кеткен ер адамдар келетті, әйелдерін мысалы біреу өртеп жіберді, екі қызымен қосып. Солай істейтін себебі олар білет, өзіне еш нәрсе болмайтынын білет. Мысалы сен ажырасып кеттің ғой, бір 10 жыл ажырасып көрмеген күйеуің келіп сені өлтіре салып кетуі мүмкін. Сонда оған административті жаңағыдай әкімшілік жаза қолдану. Мысалы сізге мүмкіндік берсе, міне сіздің қолыңызда мүмкіндік бар, өзгерістер енгізіңіз десе, қандай өзгертулер енгізер едіңіз? Жаңағы сіздің атап өткен зорлықтың түрлерін ашып көрсетуіміз керек. Біздің жаңағы соңғы қабылданған заңда жаңағы Ресейдің де әйелдерінің айтып жүргені сол зорлықтың түрлерін ашып қарайық, сосын жаңағыдай физикалық зорлыққа, қылмыстық жауапкершілікке тарту керек, оны шығару керек. Сосын ажырасып кеткен адамдармен арақатынасын өйтіп отбасылық деп қарауға болмайды. Ол ажырасып кетті ғой енді. Көбінесе өте қатты сол зардап шегетін әйелдердің ажырасып кеткен күйеулері келіп жаңағыдай несін алып кетеді. Енді бір өздерінің бір эмоционалды бір ренішін бірдеңесін көрсетуге. Және оларға олар жақсы біледі, жаңағы заңның оларға ешнәрсе істей алмайтынын, қастастық жасап кетеді. Сол нәрселерді ашып, түсіндіріп қарауға. Енді соған заңға қарсы шыққан адамдар олар айтады, бұлардың бәрі заңда бар ғой дейді. Бұлардың бәрі заңда бар. Бұл жерде ол заңды қабылдауда емес мәселе дейді. Мәселе ол заңды қалай орындауымызда дейді. Орындап отырған кезде сен қазір бәрін керемет қабылдайсың да, ертең бәрібір тура сол полиция соны істейтін, тура сол учаскелік полицей, олар барады тура алдында үйреніп қалған әрекет бойынша, мысалы бір неңді шақырсаң учаскелік, менің жаңағы күйеуім, бұрынғы күйеуім келіп қырып баратыр, жойып баратыр десең, анау келеді да, қазір сен анау жазған неңді арызыңды қайтып аласың ғой, сен қоя берсейші деп айтады ғой енді қазір осы тұрғанда. Тура солай болады дейді. Сенің ол заңды қабылда не, қабылдама не, оны орындаушылар сол күйі қалса, сондықтан сен бұл жасап жатқаның әшейін бос әңгіме деп қарсы шықты ғой өткенде. Қарсы шыққанда олардың айтатындар сол. Сосын олардың тағы бір айтатыны, бұның ішінде эмоционалды зорлық деген не пәле дейді. Эмоционалды зорлық, немесе экономикалық зорлық не пәле ол. Ондай зорлықтың түрлері жоқ. Оны зорлық деп есептеуге болмайды дейді.
ол тек қана жаңағы ұрып соғып балтамен шапқан кезде ғана зорлық деп есептеу керек. Ананы жаңағы үйден жібермей қою, жаңағы кемсіту, қорқыту, үркіту, ақша бермей қою, ақшасын тартып алу, тағысын тағы баласы жағасын тартып алып көрсетпей қою, бала шағасына шешең сенің жәлеп деп неше түрлі сөздер айтып үйретіп бала шағасын қарсы қоятын кездер болады мысалы. Мысалы басқа тараптан қарасақ, полиция қызметкерлерінің кейбіреу айтады, ондай жағдай көп болады. Мысалы әйел адам өзі эмоционалды тұрғыда бүгін жазуы мүмкін өтінішті, бірақ бірнеше күннен кейін басылғаннан кейін келіп өзі қайтып алады, ол жаңағы жазған өтінішін өзі қайтып алады. Ал ол үшін біз дейді жұмыста көптеген басшылықтан сөз естиміз, жұмыс барысында көптеген қателіктер мен қиындықтарға ұшыраймыз. Сол себепті ондай тәжірибеде көп болғандықтан біз бірнеше рет сұрауымыз енді қалыпты жағдай және біз соған үйренгенбіз дейді. Полиция қызметкерлері сол айтады. Сол бойынша қалай ойлайсыз енді? Ол жерде мысалы ол да бар фактор ғой. Мысалы егер де екі адам қырып жойып ұрып жатса, бір адам зардап көріп жатса, ол жерде сол зардап көрген адам тұрып арыз жазғанын күтпеуіне де болады да негізі. Мысалы сен қоғамдық тәртіпті бұзып жатыр, жаңағы бір адам бір адамға ұрып соққанда, ол жалпы тек қана жаңағы адамға ғана қастастық жасап қырып жойып баратқан жоқ, ол жалпы бүкіл адамдардың әбігерін шығарып жатыр да, айналасындағы бала шағасының әбігерін шығарып жатыр. Ол мысалы өйтіп арыз жазуға эмоционалды түрде дайын емес шығар, қолы да қалтырап тұрған шығар. Сосын жазса ертең келді мен одан сайын ұрса не істеймін деп қорқып тұрған шығар. Сондықтан ол арыз жазуын күтудің қажеті не ол жерде? Мүмкін оның мәселені жаңағы шамалы мемлекетке сәл құқық беру керек, құқық болғанда енді шешім қабылдау мүмкіндігін, жаңағыдай егер де жәбір шеккен адамдарды көріп тұрса көз алдында, бала шаға далада қаңғырып жүрсе, тамақсыз, шешесі жаңағыдай бір бұрышта жылап еңіреп отырса, әрекет жасау керек полицей. Ол да жаңа баға бере алады жағдайға. Сол ана әйел жаңа жылап еңіреп өз-өзіне келе алмай отқан әйел тұрып анық қылып мені былай ұрды, бүйтті деп жаңа арыз жазатындай күйде болмауы мүмкін да. Сол мәселені ғой жаңа заңда көтеріп жатқан себебі сол жаңағы әйелдердің арызын қайттан алатын себебі олар қорқады кейін. Олар жаңағы қайттан жақсы көріп кетіп па жасап отқан жоқ. Мүмкін ондай да болатын шығар, жақсы көріп кетіп бәрі анау қойып кеткен шығар. Бірақ негізі ана қылмыс болды ғой енді. Бір қылмыс немесе бір әкімшілік бұзақылық болды. Оның бір жазасы болу керек қой. Кейін мына адам ойланып қалды ма, тағы бір неше түрлі нәрсе фантазия жасады ма. Оны егер де мысалы бұзақылық жасаған, әкімшілік тәртіпті бұзған фактісін полиция тауып тұрса, онда ол әрекетін жасау керек. Жаңағыдай жауып тастап, жаңағы анау келді бір қағазды қайтып алды деп, соның әсерінен егер де мысалы шынымен қылмыс болған болса, оны дәлелденіп тұрса, жаңағы адамның ойының өзгеріп қалғанынан ол қылмыс болмай қалған емес қой. Мысалы көгерген нәрсесінің жаңағы дәрігерлер экспертиза берді. Көгерген бетінде көгерігі болды кезінде. Сол қағазы тұр. Медициналық дәрігерлер олар алған жоқ. Ой, біз қателесіп кеттік, біз безінде көгерік жоқ, әйелге көгерік бар деп беріп қойыппыз деп қайтып алмайды ғой олар. Мына әйел алды дейік. Ана қағаз бар ғой. Ана алдындағы ұрды, соқты, бір жерін қиратты, бір жер аяқ қолын сындырды деген қағаз тұрса, яғни сен сол қағаз бойынша ары қарай жұмысыңды істей бер деп ойлаймын. Ал біздің заң бойынша қазір жаңағыдай несін қайтарып алса, кешірсе, полицейлерді кешіре салады. Заң аясында сөйлеп жатырмыз ғой, осы жазда сіздерде Шымкентте, Қарағандыда оқиғалар болды. Сіздер жастармен осы әйел құқығы жайында әңгіме құрамыз деп жоспарладыңыз, бірақ ер адамдар келіп сіздерге күш көрсетті, қысым көрсетті, тіпті сіздерді өлтіруге дайын екендерін айтты ғой. Енді ұрған кездерде болды. Жалпы бізде заң бойынша қосуға ешкімнің құқы жоқ. Ол дәстүрлі емес жолды таңдаған әйел болсын, ер адам болсын, діні, ұлты басқа болсын, ешкімнің
өзге адамның өміріне қол сұғуға құқығы жоқ. Оны заң бойынша білеміз. Бірақ жақында сіздерде осы өткен аптада ғой деме шешім шықты, жауабы келді. Ол қандай жауап болды, және сіздер келіспеген сияқтысыздар, ол жерде олар жаңағы көз алдарында, жаңағы полицейлердің көз алдарында тұрып ұрған адамдарды көрмей қапты. Біз жаңағы бетін көгерген жаңағы дәрігерлер түсіріп экспертизасын берді, оның бәрін жайына қалған. Ешқандай еш нәрсе істей алмаймыз, жаңағы полициялар еш нәрсе істей алмаймыз. Біз қауқарсыз жаңағы бұзақыларды, мысалы олар заңсыз митинг жасады. Мысалы қазір бізде бейбіт жиын заңы бойынша сен санкциясыз митинг жасай алмайсың біріншіден. Олар митинг жасайды. Оған мысалы басқа нелерді, егер де сіз бір талдарды шауып атсан Астанада, мысалы суды, көлді, Талдыкөлді құммен біреулер көміп жатыр. Соған қарсы шыққан адамдар акция жасаса, ол жерге полициялар келіп, әкімшілік келіп, өздерінше нелерін айтып, заңды бетке тұтып, ойбай-шойбай, бұл заңды бұзуға болмайды, сендердің мыналарың заңсыз деп, үйлеріне сау етіп, 8 полицейский барып ұстап алып, неше түрлі қысым көрсетеді. Ал енді мына жерге келеді, біз мыналарды өлтіреміз деп, жаңағы бейбітте емес жиын жасайды. Бейбіт емес жиын дегеннің несі болу керек, жаңағыдай. Бейбіт емес, мысалы, мен бір адамдарды өлтіруге жиналып тұрмын деген сияқты жиын жасап атсаң сен. Экстремист қой ол, экстремист деп қарамайды оларға. Олардың ешқайсысын таба алмадық дейді. Ешқайсысын, мысалы, жаңағы 30 еркек жиналады, 30 еркектің біреуін таба алмайды ішінде. Ешқайсысын танымайды да, білмейді де. Олар отырып алып жаңағы әлеуметтік желіде аты жөндері тұр бақырайды, түрлері тұр, беттері тұр, мынандай зорлаймын, барамда аяқ қолын жұлып алып өлтірем деп жазып қояды. Беттер былайынан тұр, кәдімгі мен мыналардың адресін тауып беріңдерші, 10 000 теңге төлеймін дейді біреу. Сөйтіп тұрған адамдар таба алмайды. Ешқайсысын таба алмайды. Бір адам, сен не мынау айтып отқаның? Сен сонда қазір тауып алып, аяқ қолын жұлып өлтірмекшісің ба сонда деген сияқты жұмысты жүргізбейді. Сонда олар жаңағы құқық қорғау орнында жаңағы көшеге шығып жүргендердің барлығы көбісі ер адамдар, олар енді ішінде кейбіреулер әшейін қызық көруге келгендер бар шығар, кейбіреулер әшейін бір не болып жатыр, мыналар не істеп жүр деген сияқты әшейін еріккен біреулер бар шығар. Ішіндегі ең өзінше мен түсініп тұрмын дегендері олар мына әйел сияқты, әйел және ЛГБТ тағысын тағы адамдар бір саты төмен өздерінің орындарын білсін, құқықтарын үйренбесін, үйреніп кетсе ертеңгі күні менімен бірдей адам болып есептелінеді, соған мен қарсымын деп. Олардың айтып тұрған сөз сол. Сонда олар ойлайды, мен артықпын, менің орным артық, менің құқығым артық, сондықтан мынандай құқығы жоқ адамдарға мен оның құқығын үйреніп, өздері жиналып алып түсініп, бір-біріне түсіндіріп отырғанын қаламаймын. Сондықтан мен оларға ешқашан құқығын жиналып, мен қара күшім бар, келемді ұрып оларға оқытқызбай қоямын. Тәліптер қазір мысалы әйелдердің бәрін оқытқызбай қойды ғой, тура сол сияқты әйелдер оқыса, өзінің құқығын үйреніп алады да, ертең бәле болады. Менімен бірдей адам болып есептелінеді, менімен бірдей ақша алады, қызғанып баратырмын, ішім күйіп баратыр. От болып жалындап тұр жаңағы деп ойлайды олар. Бергісі келмейді. Менің құтты бір солардың айлығынан тең жартысын бөліп алып маған беретін сияқты да, олардың ойынша. Енді таяз ой. Әрине сіз жаңа айтып жатсыз, қырғыздарда ер адамдар да қолдайды екен деп. Бізде де ер адамдар бар қолдайтын, феминистпін деп өздерін жариялап, жаңағыдай адам құқығы туралы сөйлеп жүрген, әйелдердің құқығының маңызы бар екен айтатын. Ол жерде тең деген сөзді қалай түсіну керек екен, оның құқықтың теңдігін туралы сөз болып отқан, оның денесінің теңдігі емес, мысалы, қалайша ол ер адам мен әйел адам тең болады? Ер адам деген ол күшті ғой бәрібір деп, бойлары ұзын болады, аяқтары ұзын болады, қолдары дәу болады деген сияқты. Әйелдердікі ол сондай табиғат солай жаратқан. Ол жерде сен құқықтың теңдігі туралы айтып тұрсың ғой, сен мысалы еңбек етсе, еңбегінің ақысын алу керек деген құқық. Білім алуға құқық, денсаулық үшін құқық,
тағы да сондай құқықтары болу керек деген нәрсені айтып тұрсың. Сол құқықты алып жатқан кезінде сен әйелдерге кедергі жасамауың керек. Денсаулық бойынша құқығы болса, сен әйел болғаның үшін денсаулығыңды сақтауға мүмкіндік бермеймін деп айтпау керек. Немесе сен әйел болғаның үшін мектепке бармайсың, оқымайсың деп айтпау керек. Міне сол ғой енді құқық деген. Соның теңдігі деген сөзді оны түсінсе де өтірік түсінбей қалған. Өтірік барлығы жаңағы әйел мен еркек тең деген немене ол тағы да деп. Әйел мен еркек тең деп айтып тұрған жоқ ешкім. Әйел мен еркектің құқығы тең деп айтып тұр. Ар жағында ортасында бір сөзді тастап кетпеу керек қой адам. Сол жаңағы Шымкентте, Қарағандыда, Ақтөбеде шуылдап жүрген ер адамдар үйлерінде әйел адамдарды құл сияқты көріп отырғандар. Олар ертеңгі күні менің үйімдегі құлдарым тегін. Тек туысқан болғандықтан, қарындасым болғандықтан, әйелім болғандықтан құл сияқты пайдаланып жүрген адамдарым өзінің құқықтарын біліп кетсе, сосын мен олармен бірдей үйде сыйластық қарым-қатынаста болуым керек. Оларды ұру құқығынан айырыламын. Құқық емес ол, мүмкіндігінен айырыламын дейді. Оларды тегін менің тамағымды тегін жасап беру керек. Жылы жұмсақ. Бір ұрғым келіп тұрған кезде ұра салатын мүмкіндігім болу керек. Тамағын тартып жеу, жегізбей қою, жаңағыдай әртүрлі зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндігімді тартып алайын деп тұр бұлар деп ойлайды. Шынымен біз оны тартып алайын деп тұрмыз. Расында әйелдерге біз соны түсіндіріп, сені жаңағыдай ұрып соғып, тегін жұмыс істеткізсе, ол құл деген екеуі бір. Кезінде ұрып соғып, жұмыс істеткізгенде ақысын төлемейтін адамдарды құл деп атайды. Әйелдердің егерде үйде отырып алып, ешқандай табысы жоқ, өмір бақи тәуелді, тамақ үшін жұмыс істеп жүрсе, таңертеңнен кешке дейін үй жинап, және сексуалдық құлдықта жүрсе, яғни секспен айналысып тұру керек болады, бала туып тұру керек болса, яғни оның бәрі құлдық деп аталады. Соны біз әйелдер түсіне білуіміз керек. Біз соны тартып алайын деп жатырмыз, құлдықтан шығарайын деп жатырмыз. Соны түсініп тұр, жаңағы шуылдап тұрғандар, біз құлдарымызды бермейміз, құлдарымызда бостандық бермейміз деген сөз олар. Сол үшін келіп олар жаңағыдай кезінде ақ адамдар құлдардың көтерілісі болып, қара нәсілділер ақ адамдардан құлдықтан босап жатқан кездегі тура сол әңгімеге ұқсас әңгіме бар ғой. Сол кезде де жаңағы ақ адамдар келіп мыналарға тіл бітіпті ғой, мыналар кім бұлар деп апарып асып қоятын, оларды неше түрлі зорлықтар көрсететін, жаңағы сабайтын, тұрғызып қойып, пәленбай дүре соғатын өтеді. Сонда айтпасын дейді, жаңағы менің еңбегіме ақша берсейші, мен таңертеңнен кешке дейін өліп, сосын мен ауырып жатырмын ғой, мен өліп қалып жатырмын ғой деген сияқты олар тіл бітеді. Сол тіл біткенде жаңағыдай тілін үнін өшіреді. Тура сол сияқты біз Жанар екеумізді үнімізді өшіргісі келіп тұр. Сол қорқытады жаңағыдай, ойбай өлтіріп жібереміз, қырып жібереміз, жойып жібереміз. Біз екеумізді қырып жойғанмен басқа әйелдердің де тілі бар. Олар да оқыған, сөйлей алады. Біз оқып келатқанымызға, анау өткен ғасырдың басынан бастап біз оқи бастадық. Қазір 100 жылдан асты әйелдердің оқи бастағанына. Сайлау құқығы бар. Сол құқықтарын түсіне бастадық біз. Сондықтан оны бір-екі әйелді өлтіргеннен сен әйелдерден өйтіп тартып аламайсың. Жаңағы оны тию керек, жаңағы мен үйімдегі тегін құлымды ұрып соғып, білгенім істеймін деген ойдан арылу керек. Егер де өздеріне жақсы болсын десе, олар сол ойын қойып, одан да құрсын. Өзімнің жұмысыммен бар шығар, бір жұмыстары бар шығар, бір кино көрсін, басқа да көп қой жұмыс, басқа айналысатын нәрсе көп. Тек қана үйіңдегі бір бала шағаның, әйелдің мазасын алу деген ғана жұмыспен емес, басқа да жұмыстармен айналысып болады. Неше түрлі қызық нәрселер бар. Спортпен айналыс бар. Соны біз жаңағы әйел адамдар, оның әйел жүрген жерде бала шаға жүреді. Бала шаға солар өздерінің шекараларын қорғай білуге үйретеміз біз. Құқық деген сол. Өзіңнің шекараң бар. Сол шекараны аналар кеспеу керек. Сені адам ретінде қабылдау керек. Қабылдамаса, барсында айдалаға барып жалғыз өзі жүре берсін.
Бірақ бұл шыққандар көбінесе осы әйел құқығын біледі деп емес, көбінесе ЛГБТ-ға қарсылық ретінде шыққан сияқты. ЛГБТ деген, олар да енді ЛГБТ деген адам емес па, олар ЛГБТ-ға қарсы шығудың тіпті оларға ешқандай несі жоқ, негіз жоқ. Мысалы, олар ЛГБТ-ға қарсы шығатын себебі олардың жаңағы ой дәрежесі ана түрмедегі сияқты. Түрмеде біреуді кемсіткен кезінде сен оны төмен түсіресің, зорлайсың деген сөз ғой жаңа. Мысалы, ылғи ер адамдар тұратын жерде жаңағыны әйел қылып жібереді да бір. Соны бәрі зорлаған деген сөз, онымен бірге ешкім тамақ ішпейді. Сонда ЛГБТ деген олардың ойынша жаңағы төмен түсірілген адам. Адам деген бар, оның бір сат төмен түскен адам. Дейді дағы, сол ЛГБТ деген олардың ойынша сондай бір төмен түсірілген адам. Сонда олар өзі сөйтіп төмен түсіп кетем деп қорқуы мүмкін. Сосын жалпы әйелге жаңа төмен түскен деген не, ол әйелге айналды деген сөз ғой. Яғни олар негіз түбінде әйелге қарсы тұр. Ол әйел болуға мәжбүрленген адамдарға қарсы. ЛГБТ деген олар әйел болып кеткен адам деген сөз ойлап тұрады. Енді біздің соңғы рубрика ол блиц. Қысқаша сұрақтар, мен айтам, сіз жауап бересіз. Ар-ұят немесе ақша? Ақша. Неге? Ар-ұят деген түсінік негізі ескірген түсінік. Ақша деген қазір күнде қолданып жүрген нәрсе, ол мен ақшаны енді бір жаңағыдай не болғандықтан емес, сондай бір ақша құмар болғандықтан емес, ол қазіргі заманда керек нәрсе. Ар-ұят деген ол баяғыда қалып кеткен нәрсе. Ащы шындық па, тәтті жалған ба? Ащы шындық. Мансап па, жеке өмір ме? Жеке өмір. Және Қазақстандағы феминизм ұғымын ендіруге үлкен үлес қосып жатқан 3 тұлға болса? Құрбымды айтайын, ол Жанар Секербаева. Феминизмге тағы қатысы бар феминистер көп қой бізде. Қайсы бірін ренжіп қалады. Біреуін айтсаң, елеулі үлес қосып жатқан тағы 2 адамды айтсаңыз. Тағы 2 адам ба? Енді өзіміздің бір жақын нелерімізді айтайыншы. Мария Вельковицкая деген бар. Сосын Руфь Женербекова деген бар. Енді өзім олар құрдастар болып келеді маған, сол себепті айтып отырмын. Негізі жастар. Рахмет. Құрметті көрермен, талқыланған тақырыптар бойынша қосар ойыңыз болса, пікір қалдырып комментарий жазыңыздар. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі қонағымыз Феминита ұйымының белсендісі Гүлзада Сержан және сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Шолпан Сағадат. Келесі көріскенше.